Баршаңызға сәлем. Пирог дайындаймыз. Ол үшін ашыған айранымызға содамыз салып араластырып қоямыз. Жұмыртқамызды алып, 2 жұмыртқамызға құмшекерімізді салып, 1 келкі болғанша араластырамыз. 1 шымшым тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ертілген сары майымызды салып араластырып, одан кейін ұнымыздың бәрін сап жүрместер, жартысын салып, бір араластырбағаннан кейін айранымызды құйып, араластырып, үстіне разрыхитель, жаңа қалған ұнымыздың бәрін салып, 1 келкі болғанша араластырамыз. Одан кейін 2-ге бөліп, бір жағына какао саламыз. Самасаңыздар өз еркілеріңіз, мен бірақ салдым. Осылай табамызды дайындап, ортасына стакан қойып, стаканымыз сынып кетпейді, одан қорықпаңыздар. Жартысына какао қосылған қоймалыжын салдым, екінші жағына ақ қоймалыжынды салдым. Осындай бетіне вафельный крошка салдым. Ешнәрсе самасаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Стаканды абайлап алыңыздар, ол өйткені ыстық болады. Суығаннан кейін кесіп ұсынсаңыздар болады. Баршаңызға ас болсын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, маған тіркеліп қойыңыздар.